Жыныстық қатынас, жыныстық сауаттылық, жыныстық деген сөз тұрса, балаларға айтуға ұят. Балалар өздері өскен соң біліп алады. Қайдан біліп алады? Айдан біліп ала ма? Жыныстық қарым-қатынас, дені сау, қалыпты даму бар, бүкіл адамзатқа қызықты. Жыныстық сауаттылық болмағаннан кейін, жаңа айтқандай, алғашқы жыныстық қатынаста қорқу, үрейлену, өзін психологиялық қалыпты сезіне алмау, осыдан туындайды. Мен айтпай ақ қояйын балама да, ол балам бәрі оны интернетте қол жетімді ғой бәрі. Телефоннан көреді ғой ол. Бұл жердегі репродукциялық мәдениет болмаса жыныстық сауаттылық тек қана ол төсектен тұрмайды. Сәлем достар, бұл Ерден саулығы жобасының кезекті бөлімі. Бүгін бізде қонақта психолог маман, психология мен жыныстық сауаттың байланысы жайлы айтып өтсек. Көбіне енді 17-18 жастарда басталады ғой, алғашқы жыныстық қарым-қатынас. Ер азаматтарда. Мысалы, сіз жаңа айтып отырсыз, қорқу қайдан пайда болады? Қорқу белгісіздіктен, білмегендіктен қобалжу барлығы пайда болады. Бізде бір жылдары, осы бір жақын жылдары мектептерге жыныстық сауаттылық деген енгізейік деді. Есің білетіндей шығарсыз. Сосын біздің қоғам қарсы шықты. Бізде жыныс деген сөз, шыны керек, ол бізде интиммен байланысты. Төсекпен бірден біздегі ассоциация жыныстық қатынас, жыныстық сауаттылық, жыныстық деген сөз тұрса алдында бізде міндетті түрде төсекпен байланысты. Мен бұл жерде ол бұндай әрекеттерге бізде қоғамда бұрыннан қалыптасып қалған балаларға айтуға ұят. Балалар өздері өскен соң біліп алады. Қайдан біліп алады? Айдан біліп ала ма? Ол ешкім айтпаса, әкесі айтпаса, ер балаға әкесі айтпаса, қыз балаға анасы айтпаса. Болмаса мектепте бір маман, психолог айтпаса оларға. Ер психолог, ер балалар мен қыз психолог, әйел психолог, қыз балаларға айтпаса. Сосын мен айттым. Мен енді осы бойынша бір не болды? Сауалнама болды. Сіз қолдайсыз ба деп? Қолдамайсыз ба деп? Айттым, қолдаймын. Бірақ бұл жерде біздің сөз жыныстық деген сөз болмау керек та бұл жерде. Репродукциялық мәдениет деген болу керек та. Бұл адамда бізде қабылдауды жеңілдетеді да бізде. Ал мысалы жыныстық мәдениет десем, ол мәдениетті естімейді бұлар, жыныстықты естиді. Мәдениетті тыңдап естімейді бұлар. Көрмейді мәдениетті өзі, жыныстықты ғана көреді. Өйткені ол шыны керек, жыныстық қарым-қатынас, дені сау, қалыпты даму бар, бүкіл адамзатқа қызықты. Тән дүние, табиғи. Тән дүние, табиғи, бізді қызықтыратын дүние. Оны мойындауымыз керек. Сізді әйел ретінде, мен еркек ретінде. Бірақ бұны репродукциялық мәдениет. Бізге керегі жоқ, ол қалай болады, қандай нәрселер болады, кімде не бар. Бізде осы нәрсені мектепте түсіндіру керек бәрібірде. Біз онан қашпауымыз керек. Сен оны анасы айтпайды, мектепте айтпайды, әжесі айтпайды. Қайдан үйренеді сонда бала? Бізде Қазақстанда 18 жасқа дейін балалардың 20% уже бірінші рет жыныстық қарым-қатынаста болған. Сол жыныстық сауаттылық болмағаннан кейін, жаңа айтқандай, алғашқы жыныстық қатынаста қорқу, үрейлену, өзін психологиялық қалыпты сезіне алмау, осыдан туындайды. Білімсіздіктен, белгісіздіктен. Әлі біз бұрынғы неден мүмкін ертең біреулер енді ренжіп жататын шығар, баяғы салт дәстүр деп. Ол салт дәстүр мен мойындаймыз. Бар, рас, өте керемет. Бірақ қазір қоғам өзгерді ғой, адамдар өзгерді. Мен айтпай ақ қояйын балама да, ол балам бәрі оны интернетте қол жетімді ғой бәрі. Телефоннан көреді ғой ол. Оны мен жасырғанмен ол бәрін көріп отыр ғой, бәрін біліп отыр ғой ол. Ол маған айтпағанмен де ол бәрін көріп біліп отыр. Мен оны жүрегім сезеді. Сондықтан да ата-аналарға айтар едім, балаларды мүмкіндігі келгенше айтуға тырысу керек. Сен бірінші ата-ана өзінің сауаты болу керек ол. Жыныстық мәдениеттен, жаңа репродукциялық мәдениеттен өзінің сауаты болу керек. Не нәрсеген өзі білу керек. Ол тек қана бұл жердегі репродукциялық мәдениет болмаса жыныстық сауаттылық тек қана ол төсектен тұрмайды. Ол ең бірінші сол адамның дайындығы, адам ретіндегі жаңағы жасөспірім жеткіншек болған кезде өтпелі кезеңнен өтіп бозбала, бойжеткен ретінде дамуы көріп тұр ғой көзімізге. Оның несі ұят? Ол бүкіліміз анасы қызына түсіндіру керек. Басында ұят, қысылады. Бірақ енді адам бәрі өсіп келатыр, бәрі көріп келатыр. Ол интернетте неше түрлі жаңағы басқа бағыттарды көргеннен гөрі
Сен өзің балаңа өзің жауаптығынан өзің жауапкершілікті алуың керек. Бала қай уақытта өмірге келгеннен кейін әр уақытта мүмкіндігін барынша тең дәрежеде сөйлеу керек. Сенімен тең. Ол өзінің төмен көріп, оған ақыл айтып, өзінің пікірін біле отырып, ең бірінші бұл алғашқы жаңағы жыныстық қарым-қатынас деген не, ол қалай жүреді, кімдерде не болды, қандай нәрселерді сақтану керек, қалай бару керек, соны үйретсең, бұның соның бірге бұның біз қандай зияндары бар, қандай аурулар тууы мүмкін, қандай пайдасы бар, семья құрғандағы өзінің жаңағы келіншегімен болған қандай, болмаса көшедегі бір адамдармен болғанның қандай зардаптары болады, ондай аурулардың қандай түрлері бар, оның барлығын айтып үйрету керек балаға. Ол былай болмау керек, 17-ге келді, балам дайын деп. 13-тен кейін балаларға ақырын жеңіл түрінен бастап, бірінші мәдениеттен бастап, жалпы бірінші қызбен қарым-қатынастан бастап, бары қарай сіңіре беру керек. 4-5 жылда ол белгілі бір ақпараттар жиынтығы болады. Мысалы көріп жатқан ата-ана, әкелер өз балаларына, ұл балаларына осы жайлы қалай әңгіме айта алады? Мысалы, сіздің өз жеке жағдайыңызда қалай болды? Және де 13 деп жатсыз, бірақ 13-тің өзі кеш сияқты, заманауи балалар. Мен жоба орташа есеппен алып отырмын да. Оларға шамамен 9-10 жастан. Оннан бастап негізі 9-дан бастап айтса да, 9 енді ертелі, 10-нан 10 ол балалардың әр балада көрген нәрсеге уже анализ жасай алатын жағдай болады да, ойланатын, бұл неге осылай деп. Сондықтан мен балалар әртүрлі дамиды ғой. Бірақтан сол уақытта мен айтайын. Ең бірінші жалпы әйел деген кім, ер адам деген кім, рөлі қандай өмірде. Осындай мысалы болады. Енді 10 жаста біз енді бірден қазір көргендер қалды, 10 жаста сонда жыныстық қатынас туралы жоқ. 10 жаста балаларға ең бірінші адам деген кім? Жалпақ тілмен. Әйелде қыз деген кім? Қыздарды қалай қадірлеу керек? Қыздарға қалай көмек көрсету керек? Ер азамат ретінде оның қандай мінездерін дамыту керек? Қандай бағытта, қалай бағытта бұруымыз керек? Ол ертең осы сияқты кейін мысалы қызбен қалай жүру, өзіміздің басымыздан өткен қызықты оқиғалар. Оларға қызықты оқиғалар, күлкілі оқиғалар көбірек қызық сенің бір отырғызып қойып нотация оқығанында. Сондықтан да оны бір айту керегінде 1 сағат отырғызып қоймыз, 5 минут, 10 минут жетеді, 10 минуттың өзі көп. 5 минут қана бір әңгімелесіп, бұл жиі. 5 минут қана жылына 5-ақ минут емес, жиі, аптасына 1-2 рет 5 минуттан сөйлесіп, уже балаң да психолог бірден бірте-бірте дайындала бастайды, уже бірте-бірте біледі, уже араларындағы ешқандай бір жасырын сыр болмайды, уже бір-біріне әкесі де, баласы да бір-біріне айта бастайды. Осындай кейіннен осындай деңгейде болғаннан кейін балалар уже мен осындай қызбен жүріп жүредім, осылай қалай болады деп. Қазіргі мысалы 16 жасқа келген бала әкесінен жыныстық жаңағы мәдениет тұрғысынан, мысалы репродукциялық мәдениет тұрғысынан әкесінен сауатты. Көп бала әкесінен сауатты. Осындай балалармен ашық әңгімелесіп, қарапайымнан ақырын күрделендіріп, сол жаңағы алғашқы жаңағы репродукциялық қатынасқа дейін, сол жағы 17-ге келген кезде ол әңгімені айта беруге болады. Енді басында біздің ұялады, айтпау керек, қысылады, қалай айтамын өзім балама деп. Енді сенің балаңа сырттан біреуге айтпайды ғой, өзің. Болмаса мектепке жаңағы репродукциялық мәдениет сабағын кіргізуді жаңағы 8, 9, 10, 11-ге кіргізуді қолға алу керек. Сізді мазалайтын кез келген сұрақты пікірге жазып, маманнан дұрыс әрі толыққанды жауап ала аласыз. Ер денсаулығы жобасы сіздер үшін пайдалы әрі маңызды екеніне сенеміз. Сіздерден кері байланыс күтеміз. Каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар және де пікір қалдырыңыздар.